Бәріне сәлем достар, сендермен жақсылық Бақытжан и Расул здесь. Достар, сендер барлықтарың мені Телеграмда, Инстаграмда, Ютубта бүткіл жерде сұрадыңдар. Моя говорящая Анжеланы шақыр деп айттыңдар. И біз соны бүгін тексереміз. Уже сағат қараңдар. Сағат уже қазір 2:34. Қазір біз оны тексеретін боламыз. Әдей ұйықтамадық осы үшін, не? Рас. Мандраж болып тұр дейді. Мандраж болып тұр, өйткен неге? Өйткен достар, интернетте Моя говорящая Анжеланың өте қараңғы, қорқынышты жерлері өте көп. Міне өздерің көріп тұрғандай, ол жақта Анжела туралы өте қорқынышты нәрселер жазылған. Анжеланы бір педофил, маньяк, бірдеңке взломать етіп алды дейма, сондай нәрселер өте көп. Достар, мен өзім де кішкентай кезімде Анжеланы ойнағанда ойнайтын мен. Сол кезде көзінің ішінен маньяктың комнатасын көретін. Ол көрінеді. Қазіргі обновлениясында оны алып тастапты. Сол барлығы маньяк педофил осы приложение взломать етіп алды дейді. И Анжелаға сен балаларды өлтіресің ба десең, Анжела саған өзі ақылшынша жауап береді екен. Соның барлығын қазір тексереміз. Және де телефонның камераларын жапқан соң Анжела саған убери палец деп айтады. Соның барлығын қазір осы видеода тексеретін боламыз. Видеоға лайк бас, подписаться ет. Өйткені мен арнама 50% адам подписаться етпейді екен. Достар, подписаться етіңдер. Мен сендерге жынды контент дайындап жатырмын, достар. 28 панфиловцев паркына барып, ана ақ қызды түсіріп алуға тырысамын сендер үшін. Ол үшін сендер мені 400 мың подписчикқа жеткізіп тастау керексіңдер. Содан кейін сол контент сендерге болады. Қазір біз Анжеланы тексереміз. Кеттік. Достар, міне кірдік Анжелаға. И қазір осыны тексеретін боламыз. Бірінші біз, короче, не ету керекпіз ана. Ты убиваешь детей деп ағылшынша айту керек. You kill kids деу керек. Өткенде сен ана кім шақырдыңдар ғой, бір шықшы? Иә. Сузи. Сендер азын айттыңдар ғой бізге? Сендер ма? Иә. Сондай болады дейсің ғой, короче, қазір. Мүмкін, білмеймін, оны білмеймін. Біз мынаны чисто тексерейін деп жатырмыз, достар. Уже қайталап жатыр. Так, көзін көрейікші ма? Так, көзімде бар екен бірдеңке. Хан төбесінен свет бар бір жанып тұрған жақта, көзінде бірдеңке бар сияқты, бірақ бұрынғыдай маньяктың комнатасы уже жоқ. Оны уже алып тастаған ғой деп. Қара, жоқ. Ана көзіне бір нәрсе тұрған жақта ар жағында. Иә, бір стена ма бір. Ана төбесінен көрмей жары жанып тұр. Соға. Қазір мынандай сұрақтар қою керек, типа сен барсың ба, анау мынау дейді. Анжела, сен барсың ба? Дауысы басқаша ше. Роп тұрсың. Томнан да басқаша дауысы. Анжела, сен біздің өмірде барсың ба? Так. Тане айтсалады. You kill kids. Бір дауыс өзгеріп барады ғой ма? You kill kids. Angela, you kill kids. Так, онда шыққан жоқ что-то. Интернетте жазылып тұрған бойынша ол бірдеңке айтады. Бірақ ол бұрынғы Анжелада ғой деп. Мына камерасын жауып көрейік қазір телефон. Не істейді екен? Анжела, ты видишь меня через камеру? Ебать, неме. Его көрмеші чайды. Анжела, ты видишь нас через камеру? Дауысы жаңа. Адам бұл жақтың дауысы ма еді ана? Дауыстар өзгеріп жатыр. Күлсе ма? Анжела, ты существуешь? Анжела, ты существуешь? Камераны жаптым. Камераны жаптым. Камера жақтың ана аш деп айтады еді ғой. Иә. Сен ойнамаймын аш. Со. Анжела. Анжела. Ты знаешь маньяка? Ты знаешь маньяка?
Маньякты білесің ба дедім. Маньякты білесің ба дедім. Қайталап жатыр. Түк болып отқан жоқсың. Түк болып отқан жоқ. Легенда соны қорқынышты ұрғанда камерадан адам адресін тауып бүйтіп адамды өлтіреді. Надо. Анжела, ты знаешь нас? Анжела, ты знаешь нас? Да, до сих Да, да. Уж кетем, мен алдында томдағы сияқты болсын. Да, я вижу вас. Ебать. Ужас қой. Не, менде мурашка жүріп кетті менде. Тағы да жүріп кетті. Анжела, Томды білесің ба? Анжела, Томды білесің ба? Давай, Томға дейсің ба? Білет, Анжела дейсің ба? Осындай сөз жинап отыр. Сол сияқты жинап жатыр. Анжела, Том сенің жігітің ба? Анжела, Том сенің жігітің ба? Чайник. Бірдеңе десін. Анжела? Ебать, сөйлемейді. Анжела? Анжела? Анжела. Ой, басқа дейін. Неғып көзің қысты? Білмеймін. Көзің қыса ма не? Көзің қысты? Анжела, менің қызым боласың ба? Анжела, менің қызым боласың ба? Жаңа. Тарс деді ма? Бірдеңке деді ма? Анжела, менің қызым боласың ба? Анжела, менің қызым боласың ба? Жаңа короче соны қайталады сол кезде қайталаған соң бір тарс деді ма? Бірдеңке шш деді ма? Қазір дауыс өзгеріп баратыр ма, иә? Сол. Анжела, you kill kids. Анжела, you kill kids. Қайталамайды. Ой, нетін айтпайды. Ой, нетін айтпайды. Көзінде бірдеңке бар сияқты. Көзінде бір. Сызық көрдіңіз бе? Не сызық? Бля, бір андай қызы көз бөлінген сияқты ма, иә? Сол. Бір күн табуы мүмкін ар жағын. Я ойлайсың, ана жақтан Анжела қарап тұр. Ёп. Бля, мурашканы көтейін, ебать. Бәлі, мурашканы көтейін. Қай дауыс шықты? Қай дауыс? Күлді? Ёпты. Жоқ. Қасылаш, мурашканы көтейін денем. Достар, короче, ана жақта біраз көрсетіп. Сен күлған жоқсың ба? Күлген жоқпын, еркекші. Мен де күлген жоқпын. Мен де білген жоқ. Күлдің? Сен күлдің? Сен күлдің? Анжела, ты смеялась? Анжела, ты смеялась? Анжела, бізді өлтіресің ба? Анжела, бізді өлтіресің ба? Достар, мынау Анжеланың сөздерді камераны жапсаң тыңдамайды. Бірақ жаңа білмеймін, не жерге қарап, бақшаға айтып тұрмын, аяқ қарап тұрсекен. Сол моментте күліп, короче, бір түрлі дауыстар шығарып жатыр, короче. Так, достар, бұл легенданың айтуы бойынша Анжела, ол біздің телефон арқылы, ол біздің не істеу жүргенімізді, телефон ішіндегі галерея, бүткіл фотоларды бәрін өзіне скачет етіп алады. Ана педофил маньяк, солай жазылып тұр интернетте. Сол біздің бүкіл данныйымызды бәрін ұрлай алады екен. И Анжела арқылы ол бізге бір голосовой бір сөздер жіберу мүмкін. И типа сен балаларды өлтіресің ба дегенде, ол бізге басқаша бірдеңке қылып жауап беру керек. Например, сен үшін бұл сюрприз ба, анау мынау, сен үшін бұл редкость па, бірдеңке деген сияқтылар сөздер кету керек. Бірақ қазір біздің бақылауымыз бойынша ондай нәрселер болып тұрған жоқ. Мен ойымша ол осы приложенияның обновлениясы болған үшін. Достар, біз Анжеланы тексердік, көрдік. Ол өтірік, достар. Өйткені неге? Ол бұрында шын болған. Бұрындары біз кішкентай кезде, мен балалық шағымда ол шын болған. Ал қазір ол өтірік. Өйткені обновление шықты, болды, ана вирусты кетірді, маньякты түрмеге қамады. Барлығын өздерің көрдіңдер осы видеода. Енді достар, осы видеоға лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңдар. Өйткені 400 мың каналда жиналған соң сендерге өте жесткий контент мен дайындаймын, достар. Уже дайындап қойдым. Оны 400 мың болған соң салам. Так что каналға подписаться етіңдер. Сендерім болған, мен Жақсылық Бақытжан, Ирасов. Каналға подписаться етіңдер.
тағы да сау болыңдар. Чао.